Қайырлы күн, эфирде Әуезов ТВ сіздермен бірге апта жаңалықтарымен таныстыратын аяулым Ералхан қызы. Апгрейд ойды модернизацияландыру атты 36 сағаттық онлайн курс өтті. Курсты тәмамдаған оқытушыларға арнайы алғыс хат пен сертификат табысталды. Толығырақ жиынның жабылу салтанатына қатысып қайтқан тілшіміз Самидин Аружаның сюжетінде. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінде апгрейд ойды модернизациялау атты онлайн форматта 36 сағаттық курс өтті. Курсқа мектеп оқушылары, студенттер мен магистранттар және педагогтар мен оқытушылар қатысты. Курс барысында тәжірибелі тренерлер ғылыми, шығармашылық және әлеуметтік жобаның айырмашылығын түсіндіріп, қазіргі таңдағы өзекті салалардың дамуына үлес қосатын жобаларды құрудың тиімді тәсілдерін айтты. Сағаттық курсымыз мына мектептің жоғары сынып оқушыларына, онан соң мына кәсіптік техникалық оқу орындарының ғалым әдіскерлеріне, университетіміздің магистранттарына, білім алушыларына, докторанттарына арналған. Жалпы біздің келешек жастарымызда мынау мәдени, әлеуметтік, шығармашылық жұмыстарында өздерінің ойларын айтып, өздерінің пікірін білдіре алатын, сол салада жоба құрып, сол жобаны қорғай алатындай дәрежеге жетсе деген ойымыз бар. Осы мақсатпен біздер осы курсты ұйымдастырып отырмыз. Ал енді жалпы келешектегі біздің мақсатымыз осы курстың аясын кеңейтіп, 72 сағаттық осындай курс ұйымдастырылсақ па деген ойымыз бар. Ол жөнінде біздің әкімшілік, біздің университеттің басшылары бізге толық қолдау көрсетіп отыр. Біздің университеттің оған әлеуеті де, білімі де, ғылымы да жететініне мен сенімдімін. Курсқа қатысудағы мақсатымыз біздің мектептегі осы ғылыми жобамен айналысатын балалардың білімдерін дамыту, олар қай бағытта даярлау, сол бойынша бүгінгі мынау апгрейд курсынан көп нәрсені ала білдік. Мұғалімдердің ары қарай дамуына, балаларды болашаққа дайындауға көптеген мағлұматтар ала білдік. Мынау Абайдың жақсы сөзі бар ғой, болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз, олай болмақ қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз дейді ғой. Сондықтан мынау болашақ ұрпағымыз біздің мынау болашақта жақсы маман болу үшін осы бастан мынау кірпішті жақсы болып қаланғандар дұрыс қой деген ойдамын. Жастар ресурсы орталығында жас ақынмен кездесу өтті. Жиынға мемлекеттік тілді оқыту кафедрасының оқытушылары мен журналистика мамандығының студенттері қатысып қайтты. Бұл туралы тілшіміз Самидин Аружан айтады. Әл-Фараби аудандық жастар ресурсты орталығында ақын, Қаратау дәстүрлі өнер мектебінің ұстасы, Қазақстан Республикасы жазушылар одағының мүшесі Әлішер Әлімжанмен кездесу өтті. Жиынға мемлекеттік тілді оқыту кафедрасының оқытушылары мен журналистика мамандығының студенттері қатысты. Көрінет маған жанды, маған тірі сезілет киелесің. Адамдарға қаншалық бағам қалды, баяндалды барысым бағамдалды. Көтер алмай сөзіңді ауырсынып, содан тағдыр жолында тарамдалды. Әлішер Әлімжан оңтүстік өңірінің тумасы, құшақта мені атты жыр жинақтың авторы. Кездесу барысында студенттер жас ақынға ақындық өнер жайлы сұрақтар қойып, ойларында жүрген сауалдарын жолдап, жүрек жарды жырларын оқып, ыстық лебіздерін де білдірді. Студенттер арасында Спартакиаданың жабылу салтанаты өтті. Жарысқа жыл сайынғы үрдіс бойынша Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің бірінші курс студенттері қатысты. Бұл жөнінде тілшіміз Леспаева аяулым тарқатсын. Денсаулық спорт кешенінде факультет аралық Спартакиаданың жабылу салтанаты өтті. Жарысқа Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің бірінші курс студенттері қатысты. Спартакиаданың негізгі мақсаты студенттердің спортқа деген қызығушылығын арттырып, салауатты өмір салтын ұстауға бейімдеу. Жарыс нәтижесінде үздік танылған топтар жүлдегер атанып, арнайы марапатқа ие болды. Қазан айының 11 мен 15 жұлдызы аралығында университетімізде бірінші курс студенттер арасында спартакиада өтті. Тәуелсіздіктің 30 жылдығы салауатты өмір салтын қалыптастыру және рухани жаңғыру бағдарламасы аясында бірінші курс студенттер арасында факультет аралық спартакиада өтті. Спартакиада спорттың 9 түрі бойынша өтті. Өте әділ әрі қызықты өтті деп ойлаймыз. Спартакиаданың мақсаты салауатты өмір салтын қалыптастыру және де бірінші курс студенттер арасында спортшыларды, спортқа бейім студенттерді анықтау мақсатында болды бір жағы.
Спартакиада жылда болып тұрады бірінші курс студенттер арасында, және де алдағы уақытта барлық курс студенттер арасында және университетіміздің профессор оқытушылар құрамы арасында спартакиада өтетін болады. Бәрі кезең-кезеңімен. Бізде топтық жұмыс болды барлығы. Волейбол, баскетбол, футбол, теннис және тоғызқұмалақ сияқты ойындарда. Жалпы мен өзімнің командама да ризамын және басшылыққа да рахметімді айтамын. 20 қазан күні Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің Жетасар көркем сурет галереясында суретші, Қазақстан Республикасының суретшілер одағының мүшесі Рәсілбек Есімісовтің көшпелілер өркениетінің өрнегі атты жеке шығармашылық көрмесі ашылды. Толығырақ тілшіміз Рахметова Жәудір баяндайды. Университетімізде көрменің ашылуына аталған оқу орнының басқарма төрағасы ректор Дария Қожамжарова, Қазақстан Республикасының суретшілер одағының мүшесі Сұлтан Ильяев, әуесқой суретші Мұхтарова, оқу орнының оқытушылары және студент жастары қатысты. Басқарма төрағасы ректор Дария Қожамжарова Рәсілбек Әбделұлына өз алғысын білдірді. Көрменің жалғасы Рәсілбек Естемесовтің студенттермен мастер-класс өткізумен жалғасты. Менің бір бақытты күндерімнің бірі деп айтайын, өйткені менің көрмем өтіп жатыр. Мына Әуезов университетінің Жетасар деген галереясында мен өте қуаныштымын. Бұл жерде көп студенттер келіп, именно осы графика саласының соларға қазір мастер-класс өткізіп, өз жұмыстарын таныстырайын деп жатырмын. 40-50 жылдай осы салада жұмыс істеп жүрмін ғой, осы өнер несінде. Соны келесі ұрпаққа үйретуім керек. Ол менің міндетім, бір жағынан мен өзімде соны қалаймын. Жалпы бүгінгі тәуелсіздігіміздің 30 жылдық аясын негізінде Естемесов Расылбек ағайымыздың көшпенділер өркениетінің өрнегі атты шығармашылық кеші өтіп жатыр. Жалпы бұл жердегі туындылармен танысып өтті. Енді осы көрермен ретінде өз пікірімді білдіріп өтсе, жалпы мұндағы барша көрермен көз айымына ұсынылып отырған барша туындылардағы ойдың ұшқырлығы, идеяның түпкі төркіні Алтай мен Атыраудағы тәуелсіздігіміздің бейнесі деп білеміз. Жалпы бұл жердегі ең бір үлкен дүние тақырыптың өзі айтып тұр. Көшпенділер өркениетінің өрнегі, яғни тарихтан, дәуірден бір рухани азық алатындаймыз. Және де мен ойлаймын, осы өнер саласында осы Естемесов Расылбек ағайымыздың ізін жалғап осы өнердегі өрнегін жалғастырамыз деген ниеттемін. Бүгінгі келіп жеткен ақпараттар легі осындай. Сіздермен бірге Әуезов ТВ. Арнамыздан алыстамаңыздар.